адам бұл өмірде қолдаушы іздейді. Мына өмірді танық адам жақсы біледі. Көп адам ойлайтын шығар, осы өмірдің қиыншылығынан менің таныстарым, менің ақшам, достарым, көкелерім, жәкелерім алып шығады деп. Ол бірақ алдамшы сезім. Басыңызға іс түскенде, сізден барлық қашып кетеді. Оған ренжімеңіз, ол пенде өйткені. Саған түскен нәрсе ашу, саған түскен қаһар маған да тимесін деп ат тола ат тонын ала қашады. Бұл өмірде талай көріп жатырмыз. Сізге бір қатты ауру келсін, бір-екі күтеді, осы ауруынан жазылама деп күтеді. Бірақ сіз кәдімгідей инвалид болып, Құдай сақтасын, немесе бір қатты жазылмайтындай, немесе бері қарамайтындай ауруға кетіп барсаңыз ше, ана сізбен ішіп, жеп, пәленше деген бәрі қалады. Келмейді ол, қалады. Күлкісі бәрі сыртқа кетеді. Жаныңа келіп отыратын шығар. Бірақ баяғыдай сенімен отырған қызық емес оларға. Өйткені сен жүре алмайсың, сен олармен тұра алмайсың, күле алмайсың. Дәл сол сияқты. Сен қашан ақшаңды жоғалтасың, жалаң аяқпен ешкім бірге жүргісі келмейді. Саған қарызын да бермейді, ақшасын да бермейді, дастарханына да отыра алмайсың. Сенің жасың үлкейсе де, сенің жасың кішкентай болса да сондай. Сенің руың бөтен болса да, бізде қазақта руға да бөлінеді, білесіздер ма? Сондай төмен халықта адамдар бар. Руың кім дейді? Сен пәленше де, онда сенмен араласпаймын дейді. Сондай да адамдар бар. Ұлтқа бөлінеді. Адамнан қолдау күтпей-ақ қойыңыз. Ол да пенде, оған реніште дұрыс емес. Ақша, материалдық дүние жоқ. Болды. Ақшаның күші жетпейтін жерлерде бар. Мансап па? Мансап. Тақ пен табыттың егесі жоқ деген дүние. Тақ пенен табыттың егесі болмайды. Сіз ойламаңыз, табыт пенен біреуді алып кетіп бара жатса жаныңызда, ол жерге мен жатамаймын деп ойламаңыз. Білесіз ба? Мынау біздің бабамыз Ахмет Яссауидің әдемі сөздері бар. 4 аяқты ағашат бір күнде саған жетер-ау деген сөзі бар. 4 аяқты ағашат деген табыт. Ол шаппайды, ағаш кәдімгі, бірақ ол бір күні саған жетеді. Шаппаса да жетіп алады. Сен қашқанда кәдімгі айға ұшып қашсаң да, не істесең де, сол 4 аяқты табыт саған жетіп алады. Сондықтан құрметті жақсылар, шын қолдау ол Алланың қолдауы. Сен ауырсаң да, сен жалғыз қаласың. Тіпті жаныңда миллиондаған адам тұра берсін. Бірақ сол миллиондаған адамның ішінде сен жалғыз бола аласың. Оны сезу өте оңай. Бір үлкен мешітке кіріңізші, жұма намазына, оны ертең жұма келе жатыр. Миллиондаған адам бар. Бірақ соның ішінде сіз Алламен тілдессеңіз, жалғыз тілдесесіз. Алланың құдіреті сондай. Сол миллион адамның тілегінің әрқайсысын естіп, әрқайсысына жауап бере алады. Сіздің қандай танысыңыз бар, соның бәрін дәл сондай істеп бере алатын. Яғни 24 сағаттың қалаған уақытында телефон соқсаң қап көтере беретін. Қай жағдайың болмаса да тыңдай беретін кім бар деп ойлайсың? Барлығы пенде. Айтқым келгені, Алладан қолдаушы, Алладан сүйеуші зат жоқ, оған тең келетін. Осыны адам саналы түрде жетсе екен. Тағы бір нүкте бар. Тақуалық Құдайдан шынайы тақуалықтың беретіндігі біздің өмірімізге. Мынау біздің өмірімізде проблемалар болады. Өмір болсын проблема. Денсаулықпен, тіршілігіңізде, жанұяңызда, ағайын туысыңызда проблема болады. Ол проблеманың есігін сіз егер өзіңіздің материалды жағдайыңызға сеніп іздесеңіз, онда қателесесіз. Танысыңыз, досыңызға сүйеніп іздесеңіз, тағы да қателесесіз.
олар қандағып жәрдем берем десе де Алланың қалағанынан артық бере алмайды. Пайғамбарымызда хадис бар. Әсем бір хадис, керемет айтқан осы дүниенің мағынасын. Бүкіл халық жиналып, саған жақсылық жасайын десе, Құдайдың саған берем дегенінен артық бере алмайды дейді. Және де Алла тағаланың егер саған бір жамандықты басыңа түсірсе, Алланың бергенінен саған бермекші болған жамандығынан артық жұрттар саған жамандық жасай алмайды дейді. Немесе оны керісінше айтсақ болады. Бүкіл барлығы жабылып, халықтың барлығы саған дұшпандық жасаса, Құдайдың саған жазғанынан артық ешнәрсе істей алмайды. Барлығы жабылып, солай жақсылыққа сені батырып қоям десе де, Құдайдың бергенінен артық бере алмайды. Сондықтан басыңызға іс түскенде сізді құтқаратын нәрсе ол Алладан сіздің иманыңыз бен қорқынышыңыз, тақуалық. Құранда сөйтіп айтады. Кімде-кім Алладан шынайы қорықса, ол менің де сөзім емес, ол пайғамбардың да сөзі емес. Ол сіз бен бізді жаратқан Алланың сөзі.